Мен Жұбанышев Нұрлан Сейсенбайұлы. 1986 жылы осы Атырау облысы Атырау қаласында дүниеге келгенмін. 2003 жылы мектепті аяқтағаннан кейін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясына оқуға түсіп, 2013 жылы дәрігер-акушер-гинеколог мамандығын аяқтағанмын. Сол 2013 жылдан бері осы Атырау облыстық перинаталдық орталықта қызмет атқарып келемін. 2013-16 жылдар аралығында акушерство гинекология бойынша Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының резидентурасын аяқтадым. Содан ары қарай қызметімді осы Атырау облыстық перинаталдық орталықта жалғастырып келе жатырмын. 2021-22 жылдар аралығында Атырау облыстық перинаталдық орталығының директорының орынбасары қызметін атқардым. 22-23 жылдар аралығында Атырау облыстық перинаталдық орталығы директоры қызметін атқардым. Одан бері қарай осы перинаталдық орталықта босанғаннан кейінгі бөлімшенің бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарып келемін. Жалпы күнделікті жұмысымыз осы босанғаннан кейін Атырау облыстық перинаталдық орталығы 3-ші деңгейлі стационар болғаннан кейін көптеген ауыр экстрагентальді аурулармен босанған аналарымызды және де ауыр осы акушерствоға байланысты, жүктілікке байланысты гестациялық аурулармен босанған ауыр науқастарды одан ары қарай реабилитациялап, осы бөлімшеден денсаулықтарын түзеп, емдеп, нәрестесінің қолына ұстатып, шығарып салу осы біздің қызметімізге жатады. Дәрігер мамандығын мектеп кезінде таңдадым, дәрігер боламын деп. Үйде ешкімнің дәрігер болмағанына қарамастан осы мамандықты таңдап, халқыма, еліме деген көмектесейін деген оймен таңдадық. Акушер-гинеколог мамандығын институтта оқу барысында барлық мамандықтарды, сабақтарды өте келе, осы акушер-гинеколог болып, аналарға осылай жаңа өмірге, жаңа өмір әкелуді, сәби әкелуге көріп, соған қызығып, соған өз үлесімді қосайын деп дәрігер акушер-гинеколог мамандығын таңдадым. Енді кейіпкер ретінде білмеймін, мультфильмдегі Айсты таңдадым. Барлығымызда әрдайымда жұмысымыз жемісті болсын, аналарымыз бен балаларымыз аман болсын. Әрдайым әрбір ана осы жерден нәрестесін қолына құшақтап бақытты болып шықсын деймін. Соған барлығымыз бір ауыздан атсалысайық.